Қайырлы күн, білім алушылар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз конус және оның элементтері, конус бетінің ауданы, қиық конус және оның элементтері. Жалпы конус бізде айналу денесіне жатады деп атадық. Айналу денелеріне конус, цилиндр, шар және сфера денелерін айттық. Алдыңғы тақырыпта цилиндр тақырыбын қарастырған болатынбыз. Еске түсіретін болсақ, цилиндр тік төртбұрыштың бір қабырғасынан айналдырғанда шығатын дене болатын. Енді конус, бұл конус деп отырғанымыз тік бұрышты үшбұрыштың катетінен айналдырғанда шығатын денені конус деп атайды екенбіз. Анықтамасы, яғни суретте көрсетілгендей тік бұрышты үшбұрыш белгіленген, АВ бұл тік бұрышты үшбұрыштың катеті, осы катеті арқылы айналдыратын болсақ, ВС гипотенузасымен айналдыратын болсақ, онда бізде конус деп аталатын дене пайда болады екен. Жалпы тарихқа көз жүгіртетін болсақ, конус гректің конус деген сөзінен шыққан, яғни бұл шыршаның дәні деген мағынаны білдіреді екен. Сол себепті біз конус деп атаймыз. Конус элементтері. Конус элементтері бізде конустың табаны болады, конустың төбесінен тұрады, конустың биіктігі және конустың бүйір беті мен жасаушыларынан тұрады екен. Жалпы конустың бүйір беті бұл конустың жасаушыларынан пайда болған. Конустың жасаушысы дегеніміз не еді? Есімізге түсіретін болсақ, жалпы конустың жасаушысы тік бұрышты үшбұрыштың катетіне қарама қарсы жатқан қабырғасы, яғни гипотенуза. Сол гипотенузаларды тік бұрышты осы конустың жасаушылары деп атайды екенбіз. Конустың биіктігі дегеніміз конустың төбесінен табанына дейінгі арақашықтық бізде конустың биіктігі болып табылады екен. Конустың төбесі және табаны болады. Цилиндрда 2 табан болған, конуста бір ғана табан болады екен. Конустың бүйір беті конустық бет деп аталады. Яғни конусты біз жазып, ашып, жазба ретінде қарайтын болсақ, бұл конустың беті, яғни бүйір бетін біз конустық бет деп атайды екенбіз. Конустың түрлері. Конус бізде бірінші ол тік конус, қиық конус және көлбеу конус деп бөлінеді екен. Тік конус дегеніміз, яғни конустың биіктігі бұл 90 градус жасап түсу керек табанына. Яғни бірінші суретте қарап отырсаңыздар, конус 90 градус, конустың биіктігі 90 градус болып тұр. Екінші болып тұрған ол қиық конус, яғни конустың табанына параллель, осіне перпендикуляр қимасы көрсетілген. Үшінші суретте бұл көлбеу конус, яғни конус бір шетіне қарай көлбеп тұр. Бұл жерде конустың биіктігі 90 градусқа тең болып тұрған жоқ. Сол себепті бұл бізде конус көлбеу конус деп аталады екен. Көлбеу конус, жаңағы айтқандай, міне төбесінен табанына түсірдік биіктік, яғни бұл жанына қарай түседі екен. Сонда бізде бір жағына көлбеп тұрған себепті көлбеу конус деп атайды екенбіз. Конустың жазықтық пен қималары. Яғни конуста осьтік қимасы үшбұрыш пайда болады екен. Конустың табанының хордасы арқылы өтетін қимасы да ол да үшбұрыш болады екен. Ал конустың осіне перпендикуляр болмаса, табанына параллель жазықтықпен қиятын болсақ, онда бізде шеңбер, дөңгелек фигурамыз пайда болады екен. Бұл бізде конустың жазықтық пен қималары. Келесі жаңағы айтқан конустың осіне перпендикуляр қиятын болсақ, міне көрсетіп отқанда, жеке-жеке қарап өтсек, онда бізде дөңгелек пайда болады екен. О1 арақашықтығы бізде бұл қиық конус деп аталады. Келесі, егер конустың бүйір бетін табанымен қиылыспайтын және конустың осіне перпендикуляр емес жазықтықпен қиып өтетін болсақ, онда фигурамыз бізде эллипс, яғни қиындымыздан бізден эллипс фигурасы пайда болады екен. Сары түспен боялып тұрған бұл эллипс, яғни сопақша болып келеді. Жалпы конустың барлық жасаушылары бір-біріне тең болады және табанымен бірдей бұрыш жасайды. Жасаушы дегеніміз тік бұрышты үшбұрыштың біздің жағдайда гипотенузасын айтып тұр, жасаушысы деп. Яғни гипотенузалары әрқашанда бір-біріне тең болады екен. Бұл бізде суретте конустың жазбасы, яғни конустың жазбасы дөңгелек сектор болып келеді. Жазба деген сөз, конусты біз жазып, ашып қарайтын болсақ, онда
дөңгелек сектор, яғни желдеткішке ұқсап тұрады, сондай фигурадан құралады екен. Міне бұл жерде табаны мен бүйір беті көрсетіліп тұр, қарасаңдар. Енді теорема, анықтама бойынша теорема, мына аудандарға бойынша айтатын болсақ, теорема. Конустың толық бетінің ауданы оның бүйір беті мен табанының қосындысына тең болады екен. Яғни жалпы толық бетін табу үшін бүйір бетінің ауданы табады екенбіз және табанының ауданы табады екенбіз. Сол бір-біріне қосатын болсақ, жалпы толық бетінің ауданын бізге береді екен. Енді бізге осы тақырыпты қорытындылау үшін бірнеше есептер шығарып өтейік. Бірінші есеп берілген екен: конустың осьтік қимасының ауданы табыңдар дейді. Яғни осьтік қима деген сөз мынау қызылмен белгіленіп тұрған үшбұрыш, үшбұрышымызбен КСЛ деген үшбұрыштың ауданын табатын болады екенбіз. Ол үшін бізде гипотенузамыз белгілі, жарты радиусымыз белгілі болып тұр екен, 6-ға тең. Осыған байланысты біз есепті шығаратын боламыз. Бұны қазір шығарып көрсетесіздер. Келесі номер 2-ші есеп: конустың биіктігін табыңыздар дейді. Яғни АВ биіктігін табатын боламыз, ашты табамыз. Бізде жалпы үшбұрышымыздың ауданы беріліп тұр екен және радиусы белгілі. Олай болса биіктікті, катетті тауып аламыз. Және тағы да 3-ші есеп: конустың жасаушысы 12 сантиметр және ол табан жазықтығына 45 бұрыш жасайды, градуспен бұрыш көлбей орналасқан. Конустың табан ауданы неге тең? Яғни конустың толық ауданы емес, табан ауданын табатын боламыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Егер түсініксіз болып жатқан жағдай болса, видеоны қайтадан басынан қарап шығуларыңызды сұраймын.